Елімізде зейнетақы мен жәрдемақы өседі. Министрлік бұл туралы мәлімдеме жасады. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқалардың хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк түймесін басып, арнамызға жазылыңыз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда 2023 жылы зейнетақы, мүгедектік бойынша жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек, жұмысынан айырылған жағдайда төленетін төлемдер мен асыраушысынан айырылғандар алатын жәрдемақылардың мөлшері қалай өзгеретінін түсіндірді, деп хабарлайды Массагет. Бала күтімі бойынша жәрдемақы. Ведомствоның мәліметінше, қолданыстағы заңнамаға сәйкес жұмыс істемейтін ата-аналарға арналған жәрдемақы мөлшері бірінші балаға 5,76 АЕК немесе 2022 жылы 18.317 теңге, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 19.872 теңге. Екінші балаға 6,81 АЕК немесе 2022 жылы 21.656 теңге, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 23.495 теңге. Үшінші балаға 7,85 АЕК немесе 2022 жылы 24.963 теңге, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 27.083 теңге. Төртінші және одан да көп балаға 8,90 АЕК немесе 2022 жылы 28.302 теңге, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 30.705 теңге. Ведомство 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мәсіқтан бала күтімі бойынша жәрдемақы және бала күтімі бойынша әлеуметтік төлеу мерзімі 1 жылдан 1,5 жылға дейін ұзартылатынын еске салды.